2019 жылы облысымызда пилоттық режимде бастау алған ауыл аманаты жобасы бүгінде өзінің тиімділігін көрсетіп, президент тапсырмасымен республика көлемінде жалғасуда. Жоба аясында биыл өңірімізге қанша қаражат бөлінді? Өтінімдерді қабылдау қай уақыттан басталады? Алдағы сюжетте. Мойынқұм ауданы Бірлік ауылының тұрғыны Айдар Маштаев бұрыннан мал шаруашылығымен айналысатын, алайда қаражаттың аздығынан 4 түлікті көбейте алмай келген. Енді оған мемлекет көмектесіп, ауыл аманаты жобасы арқылы 8,5 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Шаруа ол ақшаға 21 бас сиыр алып, бүгінде сүт және ет бағытында жұмыс істеп келеді. Енді өзіміздің тірлігіміз мал байлаймыз, кәсібіміз малмен, мал жанды өсіреміз. Соны бордақылап, халыққа таратамыз. Соны семіртіп, халықтың ісіне, игілігіне жаратып атырық. Жағдай осы жаман емес. Ауылға осы халыққа субсидия беріліп, тегі бұлай айтқанда жақсы халыққа көмек болып атыр. Биыл жоба аясында республикалық бюджеттен 13,2 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бұл қаражатқа жобаның 3 бағытына басымдылық бере отыра қаржыландыру жоспарланып отыр екен. Ал аталған қаражатқа өтінімдерді қабылдау мамыр айынан басталады. Енді негізгі 3 бағытта қаржыландыру көзделуде. Ол бірінші ауыл үй іргесіндегі жерді игеру, одан кейін кәсіпкерлік саласы және ауылдың айналасындағы егістік жерлерді игеру мәселесі. Осы 3 бағытқа. Енді осы кезге дейінгі сараптау көрсеткенде облыс жұртшылығының 70%-дан артығы осы мал өсіру, мал бордақылау бағытын таңдаған болатын. Сәуір айынан бастап қаржы келеді. Мамыр айынан бастап осы биылғы жылы қаржыландыруға өтінімдер қабылданатын болады. Сондай-ақ республика бойынша біздің облыстағы Меркі ауданында кәсіпкерлік бағытында тегін білім беретін аманат оқу әдістемелік орталығы да мамыр айында ашылады деп жоспарлануда. Ал іске асырылған жобалардың нәтижесінде тұрғындар табыс артып, өндірістің ұлғаюына оң әсерін тигізері анық. Жансая Жанболатқызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.